Қарттар күні деп жарияланған бүгінгі мейірім мен ізгілікке толы мерекелеріңізбен сіздерді шын жүректен Назарбаев зияткерлік мектебі құттықтайды. Сіздер кейінгі ұрпақты ізгілік пен мейірбандылыққа, отанымызға адал қызмет етуге, айналадағы адамдардың өмірге, қоғамға деген оң көзқарасын қалыптастыруға үйретіп келесіздер. Құрметті аға ұрпақ ардагерлеріміз, сіздердің толайым еңбектеріңіздің, бай тәжірибелеріңіздің, дархан даналықтарыңыздың алдында басымызды иеміз.
Үлкенді сыйлаған абыройға бөлінер дейді дана қазақ. Сондықтан болар үйдегі мінезге сіңізді тәрбие ата-әжемізді ардақтау, олардың алдында кішірею. Үлкеннің қолына су құйғанда қарттардан үлкен қыз бол, өркеннің өссін деген құлаққа жағымды бата тілек есту де бір ғанибет. Үйге кіргенде әуелі төрде отырған қариямен амандасу оларға деген құрмет болса керек. Бабалар даналығын арыға талай ғасырлар салып, бүгінгі ұрпаққа нақыш бояуын солдататпай жеткізетін қарттарымыз аман болсыншы. Сол асылдарымыздың қадір қасиетін түсініп, бағалап, көкірегімізге сақтайықшы. Қарт кісіні құт береке деп танысақ, ол ұрпақтың көрегендегі. Ұрпағы құрметтеген ата-ана әрқашан да бақытты. Ел басына күн туған қиын қыстау күндерге халқына сүйеу, жұртына қамқор боладың қарттарымыз қашан да аман болсын. Қарттарымыз аман сау жүрші. Аманыңды көресің. Шешелеріңді сыйлайтын, үлкенді сыйлайтын, кішіге құрмет көрсететін. Туып өскен елім қымбат, кіндік кескен жерім қымбат. Әлпеш деген анам қымбат, еркелеген балам қымбат. Жақсы дос, жарым қымбат, бәрінен де ұят пенен арым қымбат. День пожилого человека. Как много смысла и глубины в этих, казалось бы, простых словах. Наши родители, наши бабушки и дедушки, бескорыстно отдающие себя без остатка, делящиеся своей мудростью и опытом, согревающие нас своим теплом и любовью, достойны безграничного уважения, благодарности и любви. Ответить дорогим нашему сердцу людям – долг каждого из нас.
Қарттар бар ел, бақытты ел, байыпты ел. Қай кезде болса да, не бірсін сағатта да, халқына сүйеу көрсетіп, еліне қамқор болатын қарттарымыз, сіздер аман болыңыздар.